Ассалаумағалейкум. Желкеге істейтін тапсырмаларды қалай дұрыс демалу түрін айтып жіберемін, және де бірнеше түрін бірден айтып жіберемін осы сабақта. Желкеге тапсырмалар олар шырақ гантельмен істесек те болады, немесе штангамен істесек те болады. Оларды орындаған кезде дұрыс демалу керек. Демалған кезде мысалы үшін көтерген кезде сыртқа шығарамыз, түсірген кезде ішке тартамыз ауаны. Көтерген кезде ауа сыртқа шығып жатады, түсірген кезде түсіріп жатқан кезде біз демаламыз, ішке тартамыз ауаны. Міне көрсетіп берейін. Мысалы үшін көтеремін бірінші. Деген сияқты ғой. Видеода ауа қалай шығып, қалай кіріп жатқанын білмеймін, мен сондықтан айтып та істеп берейін. Так, сыртқа бірінші гантель ұстап көрсетші. Сюда. Неудобно будет, неудобно положение вот. Ал штанганы гантельді ұстап көрсетіп отырмын. Штангыда гантель бәрібір шырақ тапсырмасын орындаған кезде көтереміз, көтерген кезде сыртқа шығамыз. Деген сияқты. Келесі тапсырма бұл жерде былай көтеріледі, былай көтерген кезде бұл тапсырманы да көтерген кезде ауа сыртқа шығады. Дұрыс демалу керек. Демалу ол біздің өкпеміз, және де демалу арқылы, дұрыс демалу арқылы біз жүрекке күш түсірмейміз, жүрекке нагрузка түсірмейміз, және де тапсырма дұрыс орындаймыз, қан айналымы бәрі жақсы болады. Солай тапсырма дұрыс орындалғандықтан барлық қимылдар дұрыс орындалғандықтан денеміз симметричный әдемі болып шығады, және де ұстаған формамыз, өзіміз ұстағанымыз бәрі симметричный болып дененің өсуіне ықпал етеді. Келесі желкеге тапсырма не еді? Жалпы осылар болу керек. Және де мынау импакттың несі бар, былай тартуға болады, желкеге салмақ жеңіл көрсете берейін. Мына жерде байқап тұрсаңыздар ештеңе жоқ, негізі арқан болады, бетіп қалған арқан. Ол арқанды өзінің қыстырғышы болады, былай қыстырасыздар, екі былай ұстайтын болады, ұстап былай тартуға да болады оны желкеге. Оны тартқан кезде былай екі жаққа қарап былай артқа тартылады, артқа тартылады, сол кезде тартқан кезде сыртқа шығады ауа. Жібергенде ішке тартамыз. Сырт, іш, сырт, іш, сырт, іш. Дәл соны былайынан қойып, мына жерден де тартуға болады. Көтерген кезде байқасаңыздар, былай еңкейе салмадым, сәл-сәл етіп, иығымды түзулік ұстадым, арқамды, омыртқамды түзу ұстадым. Тізені бүгеміз, омыртқаны түзу ұстаймыз. Кез келген ауыр зат көтерген кезде былай еңкейіп, бүйтіп ала салмаймыз. Тіземе отырамыз, арқаны, омыртқаны түзу ұстаймыз. Ал жаңағыдай арқаны ұстап, былай арқаға тартса, желке жақсы. Және тартқан кезде ауа сыртқа шығады, ал қайтқан кезде ауа ішке кетеді. Және де дәл осы жаттығуды мен енді жеңіл салмақ ұстап тұрмын. Мына жерде сіздер салмақтан көбейте бересіздер ғой, салмақтан қойбай. Гантельмен былай көтердім ғой, дұрыс па? Штангымен де былай көтердім болады. Тура сол секілді мынамен де істеуге болады. Негізі ең дұрыс вариант, ең дұрыс нұсқасы ол ауыр кәдімгі гантель штангілермен жұмыс істеу, ал былай мыналармен жұмыс істеу ол екінші типті жаттығу болады. Үлкен масса маңызды, басты жаттығу және басты
бұл жігіттерге кәдімгі ауыр салмақтылар жатады, ал мындай машинамен және де өзінің жаңағы баланс ұстап тұратын тростары бар автомат машиналар, олар қосымша басқа да кішігірім екінші бұлшықеттер мен екінші таптағы жаттығуларға жатады. Сол былай көтерген секілді, бұны да дәл солай көтеруге болады. Мен енді сәл алыстау тұрмын, сәл жақындасам видеоға түсер ме түспей ме білмеймін, бірақ жақындап дұрыс формада көрсетейін. Мына жерде что-то сәл алыс неудобно болып тұр, ыңғайсыз болып тұр. Так, түз ұстаймыз, салмақты орта есеппен дұрыс қоямыз. Демалған кезде, көтерген кезде ауа сыртқа шығады, түсірген кезде ауа ішке кетеді. Оңдаймыз, қойған кезде иықты омыртқаны дұрыс қоямыз, аяқпен толық отырамыз дағыны, омыртқаға салмақ түсірмей, қалай тұру керек, солай түсіреміз. Сол кезде омыртқаға күш түспейді. Рахмет, видеоны көргендеріңіз үшін сау болыңыздар.